Қазақ халқы салт дәстүрлерге бай халық. Әр дәстүрдің тәрбиелік мәні зор. Қазіргі заманда кейбір салт дәстүрлер ұмытылып бара жатыр. Бүгін біз сол дәстүрлерге кішкене болса да тоқталайық. Ең бірінші жоғалып бара жатқан дәстүр бұл асар. Асар деген адамдар бірін-бірі тегін көмектесу. Яғни асар салып, көмектесіп, үй салғанда ереуілдік деген жоғалып бара жатыр. Яғни ереуілдік деген жаңа көшіп келген көршіні қарсы алуды айтады. Тамақ беріп. Сүйінші. Қазір сүйінші сұрайсың ғой, қуанышты хабар жеткізген адамға сый беру керек. Қонаққа де кетіп бара жатыр. Қонаққа де деген қонақтың өнер көрсетуі. Ат тергеу, яғни үлкендерді құрметтеп, атын атамау, сәлем салу, келін үлкендерге құрмет көрсетуі, бата беру, ақ тілектің тәрбиесінің белгісі. Бұл тәрбиелік мәні бар салт дәстүрлер үлкенді сыйлауға, кішіге қамқор болуға, бірлікке, адамгершілікке тәрбиелейді.